десе 10 миллионға дейін аса болады. Бизнеске бірінші қадамда ұстаз шарттары 18 ай, бұда тек үстеме тарифі 21% болады. И және 3 айлық имтиязды мүддеті болады. Бұдан кейін десе 300 миллион сомға шығады. Ода 50 миллион денсаулық жасап болады. Тек страховкасын бірақ студенттердің өздері төлейді. Қалған үстінде 250 миллион десе көшпес мүлік, яғни болса машина транспорт зауытқа қойса болады. Сонда егерде басқада сатырдан сұрауларыңыз болса, бере беремін. Сұраулса бере беремін, артынан сөйлесем. Мысалы үшін 10 миллионлық жаңа айтып отырған жұмыссызларға берген. Бір жыл 8 айға, иә? 18 айға? 18 айға. Бір жыл 6 ай болады. Яғни жыл болады. Солай беріле береді ғой? Иә, солай берілгенде, мысалы, қоңырат районында, иә, оған кепілесі шарт емес, сізді автоматически сорталаймыз. Тек сорта компаниясы 300 мың сом алып қалады. Банк пластик картасын біздер өздеріміз ашып береміз, бесплатно. И сіздің пластик картаңызға 9 миллион 700 түседі. Бұда тек самый основной шарты өзін-өзі бәнтлеу керек болады. Налогқа төлейтін 410 сом біреудің ғана ақшасы бар. Соны төлейсіз. Hamda сол бәнтлеу кезде ішінде журналистер көрсетіп бересіз. Мысалы сіз шырмекат таярлаш ва сотыш деген журналистер бар. Мысалы шаруашылық бар. Көп ішінде 106-дан көп журналист бар. Соның ішінде біреуін сайлайсыз, бәнтлейсіз, сөйтіп шарсақ болады. Еще хамме махаллаларға шықпайды. Қоңырат районында 39 махалла болса, 39 махалланың оны біздерге қарасты. Әдебиет бар ма ішінде жоқ па? Әдебиет жоқ. Біздерге қарасты санат муфи, Қоңырат муфи қазіргі 5 қала. Одан кейін Навайы бар, Қашы бар, Жеңішке бар. Одан кейін Юлюжилық, Туран Бостан қарайды. Одан кейін Сүйінлі, Азатлық, Қоңырат муфи бар. Түркістаннан келеді. Түркістаннан келеді. Солар қарайды.